Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Онлайн ұстаз болуға ниет білдірген барша қауым. Бүгінгі онлайн ұстаз бол курсының екінші сабағына қош келдіңіздер. Біздің екінші сабағымыз Google аккаунт ашу, Google Drive. Осыларды практикалық тұрғыда сіздерге көрсететін боламыз. Ал ендеше бастаймыз. Жоспарды қарап өтейік. Бізде бірінші бөлім, кіріспе бөлімі. Біздер бірінші сабақты өттік. Екінші сабақ бізде Google аккаунт ашу. Google аккаунт ашу, Google Диск, Google Drive және Doc Sheet Slides. Мен бұл екінші сабақты екі бөлім немесе үш бөлімге бөліп өтемін. Себебі мен бұның барлығын қазір практикалық тұрғыда мен сіздерге көрсететін болсам, уже видео ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Сол себепті мен екінші сабақ бірінші бөлім деп бастайын деп жатырмын. Бірінші бөлімінде екінші сабақтың Google Drive және Google аккаунт туралы практикалық видео сабақ болады. Ал ендеше бастайық. Ең бірінші бізге Google аккаунт ашу керек. Google аккаунт ашайық. Так, біздер Google іздеу жүйесіне сіздер смартфондарыңыздан немесе жұмыс ноутбуктарыңыздан кірсеңіздер болады. Google іздеу жүйесіне кіру үшін google.com сілтемесіне өтіңіздер. Так, мен өттім мінекей. Енді осы жерге создать Google аккаунт деп жазамыз. Мінекей создать Google аккаунт. Ең бірінші сілтемеге өтеміз мына жерде. Создать аккаунт Google. Мінекей имя дейді. Мен жалпы онлайн ұстаз, жалпы менің жұмысым онлайн ұстаз болған себепті, мысалы Telegram группаңда аты онлайн ұстаз, сол себепті өзімнің салама сәйкес почта ашамын. Имяға мен онлайн деп жазайын. Орысша, қазақша, ағылшынша бәрібір бола береді. Онлайн ұстаз. Имя пользовательға мысалы ұстаз онлайн. Имя пользователь міндетті түрде латын қаріптермен болуы тиіс. Мысалы ұстаз онлайн.kz. Парольға сіздер өздеріңізге сәйкес пароль жазасыздар. Ұстаз онлайн.kz деп аштым. Так, далее. Это имя пользователя уже занят дейді. Онлайн ұстаз деп көрейік. Онлайн ұстаз. Ол да уже занят дейді. Онда мысалы онлайн ұстаз 2020 немесе так. Онлайн ұстаз қандай ашсақ болады? Мысалы KZ деген онлайн ұстаз KZ. Ол да занят дейді. Онда мысалы 2020 дей салайық. Онлайн ұстаз 2020. Қазір бізде 2020 жыл. Кейде бізде номер телефон сұрап қалады, яғни міндетті түрде номер телефонда жазу керек дейді. Ал біздің қазіргі сәтімізде номер телефон бізде не обязательно дейді. Сол себептен біздер жазбаймыз. Ден мысалы 01 месяц. Мына жерге міндетті түрде 18 жастан жоғары етіп жазу керек. Әйтпесе бізде кейбір сервистерге доступ ала алмаймыз. Болды. Так, далее. Принимаю. Біз мінекей Google аккаунт аштық. Добро пожаловать онлайн ұстаз дейді. Так, мінекей мына жерден көре аламыз. Онлайн ұстаз 2020 gmail.com дейді. Бұл біздің Google аккаунтымыз. Енді осы Google аккаунт арқылы біз Google'дың басқа да сервистеріне доступ аламыз. Енді бізде мәселе Google аккаунт ашу дейді. Google Drive практикалық сабақ. Google аккаунт ашқаннан кейін бізге Google Drive сервисімен жұмыс жасап көрейік. Так, енді ол үшін не істейміз? Дәл жаңағыдай біз Google іздеу жүйесіне барамыз да, мысалы мына жерге google.com деп жазамыз. google.com неке Enter'ді басамыз. Неке шықты. Енді осы жерге Google Drive деп жазамыз. Google Drive орысша Google Диск болады. Google Drive кірдім. Мінекей ең бірінші ссылкаға өтеміз. Немесе мына жерден өтсек те болады мысалы. Мысалы мынаған өтейік. Google Drive. Болды. Мінекей біз қазір Google Drive интерфейсіндамыз.
для личных целей, для бизнеса дейді. Жалпы біз для личных целейді алсақ болады. Бұл жерде бізге 15 гигабайт тегін бізге виртуалды дискті береді. Перейти к Google дискуді кнопкасын басайық. Жалпы Google диск бізге не үшін қажет? Google диск бұл біздің виртуальный флешкамыз. Бұл жерде біз өзіміздің мысалы онлайн сабақтарымызды түсіріп сақтап қойсақ болады. Және де мысалы фотоларды, документтерді, әртүрлі сабақтарды мысалы осында сақтап қойсақ болады. Мысалы және де біздің мысалы Google мысалы документы, таблица, презентация осының барлығы осы біздің 15 гигабайт виртуальный флешкамызда сақталады. Так, мысалы мына жерде мой диск. Бізде қазір ештеңе жоқ. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай ештеңе жоқ. Енді Google дискті біз аштық. Енді бір шеттен бастайық. Мына жерде мысалы Google диск логотип, мына жерден біздің мысалы виртуальный флешкамызда не бар, мысалы соны іздейміз. Қазір бізде ештеңе жоқ. Так, мына жерде настройкасы бар екен. Настройка, мысалы установите диск на компьютер деп тұр. Бұл әзірше бізге қажет емес. Обратиться в поддержку дейді, ол да қажет емес. Мына жерде мысалы Google-дың басқа да сервистерін көрсек болады. Мысалы мына жерде мысалы осының үстінен бастақ кнопканы, мысалы Google поиск, карта, YouTube, Play Market, почта, мысалы Gmail, Google Meet, контакт, диск, фото, переводчик, календар, дуо. Және мына жерде тағы да басқалары бар. Мысалы Jamboard бар мінекей. Бұл туралы алдағы сабақтарда болады. Мына жерде біздің данныйымыз тұр. Енді былай жасаймыз. Мой диск. Создать дегенді бассамыз мысалы. Создать дегенді бассақ, папканы бассақ, біз осы жерден папка ашамыз. Мысалы 2020 файлы. 2020 мысалы видео сабақтар. Создать. Мысалы мен Google мысалы мына жерде папка аштым. Мысалы Google-дың ішінде мен өзіме папка аштым. Папканы ашуда түсіндіңіздер деп ойлаймын. Создать папканы басасыздар болғаны. Енді мысалы сіздерге компьютерден сіздерге мысалы бір фотоны немесе документ, видеоны жүктеу үшін не істейміз? Ол үшін біз қайтадан мысалы создать кнопкасын басып, загрузить файл деген кнопканы басамыз. Сөйтіп мына жерде өттік мінекей. Мысалы мына жерде онлайн ұстаз сервис Google. Менің бұл өткен сабақта түсірген сабағым. Осыны біз мысалы Google дискке жүктеу үшін просто үстінен басамыз. И сосын открыть деген кнопканы басамыз. Мына жерде бұның файлы қазір өте үлкен, 70 мегабайт деп тұр. Ол ешқандай қорқатын емес. Оны уже жүктей беруге болады. Так, мысалы изображение қазір. Документы. Так, загрузки. Мысалы мына жерде мен жаңа документ, на фото мінекей. Осы фотоны мысалы мен логотип тұр. Так, мына екеуін өткізейін осылай. Мінекей екеуін қазір жүктеп жатыр. Загрузка 2 объектов дейді. Міне екі птичка шықты. Біздің мінекей екі суретіміз Google дискқа сақталды. Енді біз мысалы ұялы телефонға Google диск программасын жаздырып, телефоннан осыларды көре берсек болады. Немесе басқа біреудің үйіне барғанда, жұмысқа барған кезде, сол жақтың жұмыс ноутбугымен өзіміздің осы почтамен кіріп, Google аккаунтқа, сосын Google Drive-қа кіріп, осылардың барлығын біз көре аламыз, яғни жұмыс істей аламыз. Бұл өшіп кетеді деп те біздер қорықпаймыз. Ал біздің мысалы ноутбугымызда тұрса, ол өшіп кетіп, күйіп кетуі мүмкін. Бұл жерде барлығы виртуальный флешка. Сол себептен қорқатыны жоқ. Енді мысалы мына файлдарды мына папканың ішіне өткізу үшін былай жасаймыз. Үстінен барамыз да, былай апарамыз. Жалпы Windows-тағыдай. Мысалы мен 2020 сабақтармен апардым. Енді папканың үстіне екі рет басайық. Мінекей, осы жерде тұр екен. Мой диск, ізге қайтамыз. Болды. Енді сіздерге тағы да бір қызықты жайт көрсетейін. Мысалы сіз осы файлды біреуге көрсеткіңіз келеді, дұрыс па? Мысалы мына жерде сізде видео сабақтар болуы мүмкін. Сіз видео сабақты біреуге көрсетесіз. Мысалы сіздің оқушыңыз сізге өзіңіздің, яғни оқушыңыз сізге өзінің почтасын береді. Сіз сол почтаны аласыз да, мысалы мынау фотоны, мынаны біз фото емес, видео сабақ деп ойлайық. Осы видео сабақты сіз оқушыңызға көрсетуіңіз керек, яғни доступты тек соған ғана бересіз. Оны қалай жасаймыз? Осы фотоның үстіне барамыз. Сіздер мысалы видеоның үстіне барасыздар. И мышканың оң жақ шетін басамыз. Болды. Мына жерде открыть доступ деген болады. Осы кнопканың үстінен басамыз. Загрузка болып жатыр қазір.
Болды, мінекей. Мына жерге добавьте пользователя или группы дейді. Осы жерге сізге мысалы оқушыңыз бір почта береді, сіз сол почтаны жазасыз. Содан кейін сіз мына жерде готово кнопкасын басасыз. Және де сонымен уже оған сіздің оқушыңызға доступ барады. Ол оқушыңыз мына жердегі сіздің бүкіл мына жердегі жаңа сіз берген мысалы видео сабақты ол көре алады, өзіне жүктей алады және тағы да басқа. Так, мына жерде бізде корзина. Мысалы, корзинамен жұмыс жасайық. 2020 сабақтар папкасына кірейік, мынаны өшірейік. Мысалы, ол үшін мышканың оң жақ шетін басамыз, удалить кнопкасын басамыз. Енді корзинаға барайық, мінекей, корзинада пайда болды. Болды. Так, мышканың оң жақ шетін басайық. Открыть с помощью Google документы. Егер бізде документ болса, открыть с помощью Google документыды бассақ болады. Так, бізде Google документы туралы екінші бөлімде айтатын боламыз. Так. Жалпы Google диск өте түсінікті, интерфейсі өте қарапайым. Жалпы Google дискпен жұмыс аяқталды деп ойлаймын. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, бізде YouTube-та комментарийге қалдырсаңыздар болады. Немесе Telegram-да біздің чат онлайн ұстаз, яғни беседасы бар, сол жерге қалдырсаңыздар болады. Алдағы сабақтарда егер түсінбеген сұрақтар болса, уже тағы бір рет шолу жасап, практикалық сабақтарды түсіретін боламыз. Так, бізде практикалық сабақ Google Drive, Google аккаунт ашу бойынша бізде аяқталды. Сау болыңыздар, құрметті ұстаздар. Біздің YouTube каналымызға жазылыңыз, Telegram каналымызға жазылыңыз. Ұнаса лайк басыңыз, YouTube-тағы видеомызға тіркеліңіз каналға, достарыңызбен бөлісіңіз.